оңай емес. Жәннат өте үлкен нығмет. Бірақ оған түсу үшін де сен үлкен еңбектер жасауың керексіңдер. Міне жігіттер, қазіргі біздің үлкен бауырлардың тағы бір проблемасы имандылық жағынан, тақуалық жағынан жалқаулық бар бізде. Білімге деген жалқаулық бар мұсылмандарда. Мұсылмандар үшін Алла тағала Құранды түсірді. Құранның ең бірінші аятын оқы деп түсірді. Екінші аятын не деп түсірді? Нун уал қалами ва ма ястурун. Нун, қалам және де оның жазған қатарларымен ант етем деді. Ручка, қалам, жазу, оқу, бұның барлығы білімге шақырып тұрған аяттар. Талабул илми фаридатун аля кулли муслимин. Ілім талап ету бүкіл мұсылмандарға парыз деген хадис айтылды. Тақуалық бұл исламның негізгі, жәннат тақуалар үшін деп сүйсіндіріп Алла тағала неше түрлі жақсы аяттарды беріп қойды. Бірақ біз сол тақуалыққа да жалқаумыз, білімге де жалқаумыз. Анау Шәкәрім атамыз айтады, өлімнің хақ екенін білсең де өлместей омыраулап шатасың. Тозақтың барын біліп жүрсең де күнәға әлің келсе батасың. Сауап көп қой ғибадатта десең де жалығып жалқауланып жатасың. Алланың ақ өлімі келгенде амалсыз қара тастай қатасың да қаласың. Сауап көп қой ғибадатта десең де жалығып жалқауланып жатамыз. Міне қазіргі біздің бауырлардың көпшілігінің проблемасы имандылыққа, салихалыққа, тақуалыққа, білім, ғылымға жалқаулық бар бізде. Өзіміздің нәпсімізге жағып тұрған ғана уағыздарды тыңдаймыз да, өзіміздің нәпсімізге жақпайтын уағыздарды біз тыңдай алмайтын болып қалғанбыз. Біз олардан өтіп кете беретін болып қалғанбыз. Олай болмайды. Өйткені мұсылман ликуллин иля шауил оля харакат уалякин қалилун фи риджалин сабат дейді. Үлкен мақсат қойдың ба? Жәннат деген мақсатың бар ма? Алланың ризалығы деген мақсатың бар ма? Дін таратам деген мақсатың бар ма? Онда саған тура сол үлкен мақсатыңа сай үлкен қадамдар, әрекеттер жасау керек дейді. Бірақ бұл әрекеттерді жасау және де ана мақсатқа, түбінде шыңға жету көбінің қолынан келмейді дейді. Келсе тек қана мінезді, нық ер азаматтардың ғана қолынан келеді дейді. Міне жігіттер, біз мақсат қоямыз. Құран оқимын дейміз. Құранға түсем дейміз. Құранға түсу үшін бір ай керек. Бастайсың бисмилля деп, тоқтатсайсың. Сондай адамдарды білем, 10 қайтара Құранға барып, 10 қайтара Құранға түсе алмай қайтқан жігіттер бар. Бұл не деген тұрақсыздық? Мен медреседе оқитын балаларды білем, түскен. Түсет медресеге. Бірінші курс оқиды, екінші курста уже шығып кетеді. Үшінші курсқа жетпейді, шығып кетеді. Нұрмараққа түсет, оқудан шығып кетеді. Қариылыққа барады, оқу тастап кетеді. Міне бізде осындай не бар? Бастаған істі соңына дейін жеткізбеу, мақсат қойып сол мақсатқа жете алмау, жалқаулық, мінезсіздік, шыдамсыздық деген осындай бізде мінез бар.